Navruz batasымен тойымызды бастайық. Көтеріңіздер білекті, бір Алла берсін тілекті деп, Наурыз батаны Ысқақбек ақсақал береді. Илахи әмин. Әуелі Алла ондасын, әл құлым деп қолдасын. Жақсылық болсын илайым, еш жамандық болмасын. Рызық несіме мол болып, қызыр болсын жолдасын. Татулық беріп Құдайым, көңілге кір қонбасын. Ыстық болып жанияң, бала-шағаң тоңбасын. Қоныстарың жайлы болып, қазандарың майлы болып, өткізіңдер алаңсыз бұл өмірдің жалғасын. Құта келсін Наурыз, төлдесін түгел малыңыз, бұтына сыймай желіні сорғаласын сарыуыз. Әр қазақтың келіні дүниеге әкелсін қарауыл мен сарғыз. Шілдехана күзетіп, жасымыз бен кәріміз, құттықтайық бәріміз. Жаңа пырақ ашыңыз, құтты болсын бір жасыңыз. Жеті дәмнен жасалған Наурыз көже асымыз, тойғаныңша ішіп ап, әнмен биге басыңыз. Араздықты қойыңыз, кірбеңдікті жойыңыз, біріне бірің меймансың, аттанардан бейғамсың. Ең керегі сыйласу, осылай болсын ойыңыз. Бүтін болсын іргеміз, бүкіл қазақ біргеміз. Көк аспан туды көк тудың, көк аспан түсті көк тудың астына келіп кіргеміз. Берсін Алла береке, оның өзі мереке. Берекеге дақ түссе, боламыз сонда кереке. Сыйласып тұрсын бәр адам, қыл өтпесін арадан. Тек жақсылық естейік, қаламенен даладан. Егеменді елімді, ел бастаған ерімді, ұлан байтақ жерімді, суық қолмен сұқ көзден сақтасын Алла тағалам. Алла берсін амандық, болмасын әсте жамандық. Жүрекке иман ұялап, санадан келсін надандық. Арымызды әрқашан сақтап тұрсын адалдық. Бойымыздан кетпесін қасиетті адамдық. Нәсіп етсін бір Алла, келер жылғы Наурызға жете тұғын қадамдық. Аллаху әкбар. Әумин. Алла тағала қабыл етсін. Қандай білекті талдырып беретін жақсы бата. Қазір өлеңіңізді тағы да жырдан шашасыз. Қазірше, қабыл болсын дейміз. Ақ бата берген атамызға ат мінгізетіндей ақ бата екен. Десе де иығыңызға оқалы тон жауып қояйық. Қабыл алыңыз құтты болсын. Атадан айналайын бата берген, батадан айналайын ата берген, атамнан айналайын шапан киген, шапаннан айналайын атам киген деп бір қол соғып қояйық шағайын. Бәрекелді той бастығалды ардақты ағайын, міне жақсылап астан дәмінен алыңыздар. Бағана атамыз айтты Наурыз көже тойып әнмен биге салайық деп. Ортаға бүгін міне Құдай айдап құрметті қонақтарымыз, қазақтың жұлдызды әншілер келіп отыр. Ортаға Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, екінші дәрежелі айбын орденінің иегері, қазақтың бұлбұл қызы Риза ханымды шақырып, қазақтың тамаша халық әнімен бүгінгі тойды бастайық ардақты ағайындар. Әз Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Аман болыңыздар, осында берекелі күндеріміз мол болсын. Тәуелсіздігіміз ғасырдан ғасырға жалғассын. Қош келдіңіздер, қош көрдік. Ортада отырып билеп отырыңыздар. Халық әні алтыннан аяқ, күмістен таяқ.
Алашқа танымал тұлғаларымыз, қош келіпсіздер ұлыстың ұлы күніне. Бір-екі ауыз ақ тілек баталарыңыз тыңдайық. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi asr ve tuasr Rabbi tamin bil hayr. Ey Allah Teala, niyetimizden dileğimizden hayrın ver. İstep жатқан işimizden hayrın ver. Жасап жатқан амалымыздың hayrın ver. Осы үлкен керемет бүгінгі ақ батадан бақ бер, береке бер, ырысты бер, несібе бер, атақ бер, абырой бер Аллайымды алам. Әртүрлі кесірлі бәлелі жаладан қалыс қалдырғын Аллайымды алам. Елдің тыныштығын, бала-шағаның амандығын, денің саулығын берін Аллайымды алам. Ниетті тілектер қабыл болсын. Қариялардың берген батасы қабыл болсын. Шында той қуаныш, той деген қуанышқа жасалады. Наурыз тойы бұл бүкіл түркі әлемінің тойы, бүкіл қазақтың тойы, ғасырлар бойы тойланып келе жатқан, қазақпен бірге жасасып келе жатқан. Біз де осындай кішкентай бала күндерімізде ата-әжелеріміз ауылдың сыртына алаша төсеп, сол жерде үлкен қазанды қойып, әркім үйінен әкеліп жаңағы көжелерін құйып, балдарды күрестіріп, тай жарыстырып дегендей той тойлап жататын, ол біздің осындай 4-5 жасар бала кездегі естелігіміз. Одан кейін ол наурыз үзіліп қалғаны рас. Ал енді бүгінгі той осы мына кішкентайлар үшін осылардың есінде мәңгі қалады деп ойлаймын. Осымен жаңа айтылып жатыр, 3-ші мәрте күнестікте той жасап жатыр деп. Осы дәстүр үзілмесін, 3-ші мәртеде, 30-шы мәртеде өмір бойы жалғаса берсін, өйткені ұрпақ өсіп келе жатыр. Қайдан шыққанын, елін, жерін біліп, күнес деген елденбіз деп мақтанышпен айтатын осы келешек ұрпақ үшін жасалынып жатқан ұлы той құтты болсын, әз наурызымыз құтты болсын. Тамаша тілек айтып жатсыз. Қасиетті наурыз деген сакралды мереке. Осы ұлыстың ұлы күні, қасиетті күні айтылған дұға тілегіңіз қабыл болсын. Ар жақта келіп, бер жақта келіп қосылып, сол кезде сізде төрімізге келіп құлпырыңыз. Ол кезде бұдан да күшті камзолмен тігіп беретін боламыз. Сіз бек патшаның қызысыз ғой, мына Қызайдың қыздары тіккен көйлекті киіп, патшаның ханшайымы сияқты болып тұрсыз бүгін, Қол соғып қойыңыздар, рахмет. Енді дүниежүзі қазақтарының қауымдастығынан келген өкілдердің тілегі қабыл болса, енді күнестен шығып, аядай ауылдан шығып, дүниежүзіне қазақты танытқан, күнесті танытқан, әлем мойындаған Тұрсынжан ағамыздың тілегін тыңдайықшы ағайын. Ассалаумағалейкум. Ағалар, аталар, бауыр туысқандар, әпекелер, қарындастар. Біріншіден, мен осы күнесте туылып, сонша жерді әлемді шарлап, ақырында осы қазақ еліне келіп, осы сіздермен бүгінгі бас қосып отырғаныма өте қуаныштамын. Лайым егемендіктің арқасы ғой. Күнес деген қандай жер? Күнестің жері көркем, суы балдай, аспаны ашық, халқы жомарт, керемет деп мен айтпасам да әлемге танымалы Күнес сахарасы. Осы күнестік болып туылғанымызға бәріміз мақтанайық. Алла тағала енді барлық күнестіктер емес қой, күнестіктер 150 күннен асады. Ал осында келіп отырған осы егемен еліміздің астанасы Нұр-Сұлтан қаласына келіп отырған осы бауыр туысқандар, айтатыным, сіздер өте бақтарыңыз жаңған апайларсыздар, ағаларсыздар деп айтарым. Осы балаларымыздың бақ жана берсін келешекте. Осы балалардан үміт күтейік. Ол жақта қалған бауыр туысқандарымыз аман есен болсын, солардың амандығын тілейік. Мүмкін болса, солардың барлығы осы жаққа келіп оралып, осындай мерекені, ұлыстың ұлы күнін бірге тойлайтын болайық. Бүгін өте есіктен кіріп келесем өте бір тебіреніп кеттім. Себебі осы егемендіктің арқасында биыл наурызды биыл 3-ші рет тойлап отыр осы өзіміздің жерлестеріміз. Бұл ретке той өте керемет деп өзім маған сондай ұнады. Өйткені көп санды бауырластарымыз, кішкентай балаларымыз өзінің қазақи ұлттық киімін киіп, ресми мерекенің өз берекесімен тойлап отыр екен. Басқа сөйлей бермей,
мына ұлыстың ұлы күні құтты болсын. Әр отбасының шаңырағына бақыт қонсын. Бәріміз аман есен болайық. Осы Наурыздың беделін жылдан жылға арттыра берейік. Соңында айтатыным, осы Наурызды ұйымдастырған әділ бауырымыз сияқты тағы бірнеше азаматтар бар. Жылына өздері жүгіріп осы Наурызды өткізіп басымызды қосады. Соларға көп-көп рахмет. Бала-шағалар аман болсын, аман есен, жылдан жылға аман есен осы Наурызда қауыша берейік. Рахмет сіздерге. Ассалаумағалейкум, құрметті қандастар, ауылдастар, бауыр туыстар. Сіздерді көргеніме өте қуаныштымын. Жаңа Түкен айтқандай, барлық күнесті туған үшін қуанады, мақтанады. Әрине, барлық адамға өз туған жерден артық жер жоқ. Ол қазақтың менталитеті. Сіздермен бірге күнесті қарағанда ер жеткенім үшін сіздерге барларыңызға мен қарыздармын. Сіздерге тілек үшін қарыздармын, ниет үшін қарыздармын. Бірге сол топырақта өсіп өнгенім үшін қарыздармын. Осындай қандастарымды көріп отырғаныма әрине қуаныштымын. Сосын ұмытпай тұрғанда айта кетейін, мына осындай үлкен басқосуды ұйымдастырып отырған ана бауырларға, әнелерге көп рахмет. Жылда осындай басқосу ұйымдастырып отырады. Туған жерін құрметтеу деген ақылы, есі дұрыс адамның табиғи мінезі. Біз күрештіктер бөлініп алып, жерге бөлініп жатқанымыз жоқ. Біз туған жерімізді, туған топырағымызды құрметтеп жатырмыз. Бұл адамгершіліктің, білімділіктің, ақыл есінің белгісі. Осындай басқосуымыз көбейе берсін. Әрқашан күрештіктер ынтымақты болайық. Өзіміз ынтымақты болсақ, басқалармен ынтымақты боламыз. Өзімізді сыйласақ, басқа жерде сыйлаймыз. Бұл енді өмір заңдылығы. Біз күрестіктер ешқашан жерге бөлініп көргеніміз жоқ. Мен әзірмен алысқа таяп қалдық. Біз жерге ұруға ешқашан бөлініп көргеніміз жоқ. Осы қасиеттерімізді айнымаңыздар. Туған жерімізді құрметтейміз, сыйлаймыз, бірақ біз жерге бөлінбейміз, ұруға бөлінбейміз. Сондай бір халықпыз. Рахмет сіздерге. Қайырлы күн, құрметті қауым. Өзімде бірінші болып міне сол жақта жатқан, осы жаққа келген үлкен кісілердің атынан барлық күнес халқына бірінші сәлемімді жасаймын. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Былтырда өткізбедік, міне Құдай Алла Тағала бұйырып, биыл да келдік. Жуанның жіңішкеріп, жіңішкенің үзілген кезінде ел жұртпен қауышқаннан артық не бар дейсіз? Бағана Түкен кіре салып, мына келіншектердің бастарына салған ақ жаулығын көріп, төбесі көкке жетіп жатыр. Өйткені шетелде көп жүріп, қазақ қауымын аз көргендіктен әрбірлеріңізді менің жалғызым деп есептейтін Тұрсынжан үшін де бір шапалақ соғып қойыңыздаршы. Енді ән бастамас бұрын бәрібір сол сіздің күнестен шыққан, біздің күнестен шыққан Тілебалды ағамыздың әнінен бастағым келіп отыр. Басқа ауылдың әніне қарағанда сол ауылдың бет-беделін көтерген, сол ауыл үшін, бүкіл қазақ үшін еңбек еткен Тілебалды ағамыздың "Қайдасың қалқа" деген әнін орындап берейін. Қабылдаңыздар, той құтты болсын, қанекей. Шапалақтарыңыз көп керек, қанекей. Көктемдегі көре алмай көк
sekildik nesini şarkıları hayrasın kalkan harmayın sardan ındım sağlam buldum sarsan ındım sağlam buldum sarsan. Tağdır belkim жаздыма кешігуді әлде қанге қақтым ба есігімді көтерілді өзің жаным қалқам күнде әнге қосамын есіміңді қайдасың қалқам армайын сардан ынтығым саған буылмай сарсан ынтығым саған буылмай сарсан қайдасың қалған армайын сардан ынтығым саған буылмай сарсан ынтығым саған буылмай сарсан. Бізге қазақтың даласында небір текті ұлы аналар өткен. Солардың бірі күллі ұрудың, алаштың ұранына айналған ол біздің Қызай анамыз. Сол Қызай анамыздың жолын жалғаған, орта отқан осы аналарымыз, ақжаулықты апаларымыз, бүгінгі келіндеріміз. Сол ұлы бабалардан, ұлы аналардан жалғасқан ұлы сүрлеуді, ұлы дәстүрді үзбей осы күнге жеткізген қазақтың келіндері қазір орталарымызға келеді. Қазақ келіндерінің символына айналған барша қазақ келіндерін қазақтың келіндері ай деген тамаша әнімен Нұргүл ханымды ортаға шақырайықшы. Қазақтың келіндері аналары жасасын. Балалар қалайықшы ортадан, балаларды. Өтініш. Келін боп ақ босаға мерейлі бас босаға қасиетін халқымның дәстүрінен куә болып ғасырлар жаттау сірә қариялар батасын береді екен бата деген
Бәрекелді, қандай тамаша. Қазақтың келіндері, қазақтың тамажайымен қара жорғасын билейді. Бәрекелді, жалғастырамыз. Енді қазақтың қара жорғасы. Қара жүрген, қан жүрген, қара жолда мін бар ма? Қара өлеңге сап жүрген қазағымда сын бар ма? Басқа биді қайтеміз, әдемі би, әрлі би, қара жорға тұрғанда. Әсебемен шаттығы ичектелмесін, көңіл бүгін шарықтап көп көрінесін, ортаға билеген баршаңыздың жаратқан қол аяқтарыңызға дерт бермесін. Дегенде еткеледі, етпеген берекенің бет-бедені,
қонаққа жамбас тартып бас мұжитын біздің қазақ ежелден тектеледі. Ас келе жатыр, бас келе жатыр ағайын. Үлкен дәмді әкеліп рұқсат етіңіздер. Қазақтың ұлттық тағамы ет тарту. Шіркін, мына жырқыда не арман бар? Қазақтың Құрманғазының керемет күйіменен, тіршілігінде көрмеген қошеметті көріп ортаға келіп жатыр. Анау соғымға сойылып кеткендері бар. Қайта мынау ұлыстың ұлы күнінде, текті қызайлардың ұлыс күнінде Наурыз мерекесіне сойылып жатыр. Алла берекет етсін, ас болсын дейміз. Ортамыздағы дұғалауыз қартымыз Оралбай ақсақалға илахи әмин деп алақан жайып, ақ бата алсақ деп отырмыз. Көтеріңіздер білекті, жарылқаушы жаппар ем берсін тілекті. Әумин ата. Амин десең міне бата, қолдасың қызыр ата. Қызырың қияласын, періштең ұяласын. Жайылған кең дастархан астабата, тартылған табақ бөден бастабата. Ұлықтың ұлы күні құтты болсын, ықылас пен үлкен кіші жастабата. Алтын той дастарқаның мол болсын. Берекелі ел болып, тойға келген қонақтардың бәріне сәтті жол болсын. Наурыз жақсылық біздің берекеміз, жыл сайын бақытты күн келе берсін. Ақжаулықты аналар аман болып, ел қорғайтын азаматтар өсе берсін. Наурыз мерекесін тойлағандар, не деген бақытты күн ойланыңдар. Елбасы нұрлы жолмен көшті бастап, не деген байқылық пенен бақытты күн Қазақстаным жасасын. Илахи омейміз. Аллаху әкбар. Алла тағала дұғалауыңыздан шыққан ақ батаны қабыл етсін. Мынау шапаныңыз аға, беліңізді бекем буыңыз, сарыарқадан бөкен буыңыз Наурыздан кейін. Бәрекелді, үлкен ас, үлкен дәм келіп жатыр. Шайдың дәмі құйғанда, еттің дәмі турауында дейді. Жақсылап алып турап жеп ішіп отырыңыздар. Бәрекелді ағайын, онда сіздер астан дәмінен алып отырыңыздар. Енді ортада, кезінде таң жарықтай ұлы ақын шыққан, айттым ғой бағана, шәмшілей күйші шыққан, асылдар мен ардақтылар шыққан, текті ортадан да талай асылдар шыққан. Бүгін туған жердің әнін шырқайық деп бағана Құрекең айтты. Сондықтан енді ортаға бүгінгі Наурыз батамен тойымызды бастап берген Ысқақбек ақсақалдың сөзіне жазылған сол кісінің ұлы Сыдықжан Ысқақбекұлының әні «Туған жер» деген тамаша ән бар. Сондықтан сол киелі туған жерді еске алып бүгін сол тамаша әнді ортамызға келіп отқан құрметті қонағымыз Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген әртісі Жұлдызды ағамызға Құрекеңге бір қол соғып, сол әнді тыңдап алайықшы ағайындар. Ассалаумағалейкум, құрметті өнер сүйер қауым. Ұлыстың ұлы күні құтты болсын, ақ мол болсын ағайын. Біз мынау Құлжада бақандай 19 жыл жұмыс істегенбіз. Осы Құлжаның әрбір қазағы, әрбір жері бізге өте ыстық. Ризекеміз сол осы Құлжаның небір асыл жерлерінде дәм тұстаттық, концертпен болдық, қолдарыңыздан дәм тарттық. Бүгін мынау нағыз Наурызды көріп отырмын мен. Осы қазақ еліне келгеннен бері бір жақсы бір Наурызды көріп отырған болса екен. Керемет жақсы ұйымдастырыпсыздар. Алла разы болсын мінекей ұйымдастырған азаматтарға. Келген халқыма да рахмет міне. Жаңа қазақтың келіндері шығып керемет бір біздің қарлығаш ханым қандай бір әсерленді. Жеке қарлығаш емес, барлығымыз да әсерленіп отырмыз. Сондықтан Аллаға шүкір осындай күндеріміз көп болсын. Біз қазақ елінде жасақ olsun, осындай дәстүрімізді біз үлгі болып көрсетуіміз керек. Мынау бір үлгі болды мынау қазақ еліндегі үлкен Наурыз керемет бір разы болатындай, көңіл толатындай бір орта болып сезініп отыр. Сондықтан Алла ұзағынан сүйіндірсін. Осындай сәнімізді кетіретін әжелеріміз, аталарымыз аман болсын. Жастарымыз міне өсіп келе жатыр қаулап. Аллаға шүкір. Барлығы да жақсы болады деп ойлаймыз. Біз қазақ елінде жүрміз. Сондықтан қазақ елі жасасын. Жылдан жылға Наурыздан Наурызға аман есен жете берейік. Жаңағы мынау сиясы кетпеген туған жер, күнес деген өзіміздің туған жер болған. Сол наратта талай қымыз ішіп жатқанбыз концертпенен. Шіркін ай десеңші. Сондай күні
күндеріміз көп болсын, ұлыс оң болсын, ақ мол болсын деп, туған жер әніменен, туған жер бәрімізге ыстық, бәрімізге қымбат, бәріміздің туған жеріміз алтын бесік айналайын. Сондықтан туған жер әніменен қабылыңыздар, астарыңыз дәмді болсын. Енді ортаға Қобда қазақтарындағы қандастарымыздың жыр сәлемін алып келіп отырған Мұхит Нұрбол бауырымызды шақырайықшы. Біздің ауыл кетпенен етеген қайол Ерде шықсам ауылым жетемін болсар минай сағым қалған таусындай Ақтамақтан емітіп бір ескетсіңе Айнан соқнам қасымнан кетемін болсар минай сағымды қалып қалдаусындай Есіктің алды таңдайым Шаңда тұрсам жаздайым Қалғада еске түскенді Сағыны сондан сарғида әлем салғаны Мекеннен өнердің сарыны, жырдың сарыны үзілмеген ортамызға келіп отырған Әбдірахман Әріпұлы бұл кісі атақты шілбінің шөбересі екенін бір кісі білсе, бір кісі білмес, айта кетейік. Сазгер, әнші, туған жер топырағын жыр қылып жүрген, ән қылып жүрген ағамызды ортаға шақырып, күнесім құтты мекен деген бір тамаша өзінің жүрегін жарып шыққан әні бар. Соны тыңдасақ деп отырмыз. Қуат Қайранбаевтың сөзінде жазылған Әбдірахман Әріпұлының әні күнесім құтты мекен. Күнестіктер қайдасыңдар! Ассалаумағалейкум. Бүгінгі еліміздің, отанымыздың астанасы, бұрынғы Астана, қазіргі Нұрсұлтан астанасында осындай тәуелсіз еліміздің арқасында, тәуелсіз елдің арқасында Алла тағала берген, қазақ халқына берген шексіз
бақ пен ырыстың арқасында Астананың төрінде күрестен келген міне барлығымыз бүгінгі мерекені күллі Қазақстан халқымен бірлікте тойлап отырмыз деп есептейміз. Мерекелеріңіз құтты болсын. Әрине жаңағы азамат ініміз айтып жатыр, туған жеріміздей, туған еліміздей, күрестей мекенді қанша жырласақ та артық етпейді. Әліге сағынамыз, балалық шағымыз өтті, сонда туысқандарымыз жатыр. Аз ғана жұрт келді қалған, халықтың бәрі өскен ел жұртымызда жатқанын барлықтарыңыз білесіздер. Бүгін барлықтарымыз мерейлі болайық. Сол өзімнің 2005 жылы алғаш келгенде ерекше бір сағыныштан осындай бір ән дүниеге келген. Бүгінгі сол әнді Астана төрінде сіздердің алдарыңызда айту бағы маған бұйырғанына Аллаға мың шүкірлік етемін.
Әбдірахман Әріпұлы, күнестік жерлестеріңізге, бауырларыңызға бір қол соғып қойыңыздар ағайын. Рахмет, өнеріңіз өркендей берсін. Енді Абдырахман ағайын ән айтылды, Ермұрат ағамыздың әні шырқалды, Таңжарықтың жыры жырланды. Енді қазақтың шанағына күй қондырған атақты арбақты күйші бабамыз Әшім Дұңшыұлының да бір-екі арбағын аулатып күй тартпасақ болмас. Сондықтан ортаға сол Әшімменен атақты Жақсыбектің бүгінгі ізбасарларына бір қол соғып қояйықшы ағайын. Адуынгердей асқақ қой мәңгі асқары, ағайын алдарында күй тартады, Әшім мен Жақсыбектің жалғастары. Қазақта біздің Жақсыбек ағамыздың бәйге деген күйі бар, өмірдің өзі бәйге ғой сағынып қалған шығарсыздар. Сондықтан енді Серікжан Ысқақбекұлының орындауында тамаша бәйге күйін тыңдап алайық бірінші.
Нұрғиза, Әшім Жақсыбектің бүгінгі жұрнақтарына бір қол соғып қояйықшы. Қазақтың домбырасын күмбірлеткен. Рахмет. Сіздердің күнестен шыққан текті ұлды шақырғым келеді. Оралбайұлы Бақжан былтыр республикалық, халықаралық талай жүлделерді алып жүр. Былтыр Дубайда өткен халықаралық ән байқауының гран-при иегері. Қол соғып қояйықшы. Қазаққа Алла берген ұл бір тамаша ән сыйлайын деп жатыр. Ал. Ассалаумағалейкум баршаңызға. Наурыздарыңыз құтты болсын. Үйлеріңізге бақ береке тола берсін. Молдабайдың әні Молдабай. Қабыл алыңыздар.
талай Аңғарлы болса да айтып сөзге түнде бар Сөйлесіз келгендей молдың алдында Тағалаған қорғаған Сөйлетіміз алып болса да жақсы халыққа Білеміңді айтпасам мына сөзің бар білесің Шынайын халыққа Айдарыңды қамықта Ақылысты шамықта Шықсының жамықта Азырмаған қызыл біліп Сөйлесіңді қамықта Бұл болатын біледі Осылай болырды Сонсам бұл бұрынның сәнеді Осы басқосу ұйымдастырушыларының төрағасы Әдел мырзаға бір қол соғып қошеметтеп қояйықшы ағайындар. Бағана ағаларымыз да алғысын жеткізіп жатыр. Енді қасиетті күнестің топырағында небір тектілер, ұлылар шыққан білесіздер, сондықтан енді ортаға сол күнестен шыққан жігіттер қосылып бір тамаша ұласпады әндерден өзіміздің жерлестерге ән шашу, жыр шашу, шашайық деп солай келісіп дайындалған. Сіздер енді билет алып келе салдыңыздар. Бұл кісілер тойдың боларынан болады сығызық деп маған күніне 5 рет телефон шалып, күніне кездеспесе де 3 күнде 2 рет кездесіп дайындалып, ерекше осы мерекені сіздерге жасап жатыр. Сол еңбек бағалану керек деп ойлаймын. Енді ортаға Әділ ағамыз бастаған, Әбдірахман ағамыз қостаған, Серікжан, Есқат, Айжан деген жігіттер шақырайықшы. Ұласпалы қазақтың домбырасымен, гитарасымен, баянымен бір шалықтып, жақсылап бір ән салса деп отырмыз. Осы атсалысып дегендеріңізге үлкен ризашылық білдіреміз. Енді менің айтайын дегенім ортада кішкене ғана сіздерге 5 минут уақыттарыңызды аламыз. Осы ұйымдастыру алғасында ұзын саны 30-ға тарта үлкеніміз бар, кішіміз бар, қыз жігіттер бар. Осы өздеріңізге осы жағдайды әзірлеп жатыр 3 жылдан бері. Мінекей береке бірліктің, ынтымақтың, елдіктің арқасында осындай жылдан жылға керегеніміз кеңейіп, мына елордасы Нұр-Сұлтан қаласында өзіміздің бір арғы беттен келген береке бірлігімізді әйгілеп жатқандаймыз. Десе де арқандай істің енді кішкене кемшаласы да болады. Ондай жері болса сіздерден кешірім өтінеміз. Дегенменен осы ұйымдастыру алқасындағы барлық азаматтар сіздерге барынша қолынан келген жағдай жасап жатыр. Оның үстінде біздің береке бірлігіміз арамызда бәрі туысқандарын тауып, ел болып, қатарымыз молайды. Жүйеден алдыңғы жылы осы наурыздың арқасында 20 шақты азаматымыз бірге бас қосып, елордамыз Астананың Астана жасылдандыру мекемесінің бастығының бекітуімен президент саябағына 5000 түп балапан қарағай өсірдік. Оны директор кейін бізге жолдама жолдап рахметін айтып, телевизияда шығаратын айтты, бірақ одан біз бастадық. Себебі енді кішкентай жақсылығымызды жария еткіміз келмеді. Мінекей бұда бір біздің осы азаматтар мен азаматшаларымыздың арқасы. Не дейміз, осындай береке бірлігіміз мәңгілік болсын, тойымыз осындай жақсы, дәстүр салтымыз жалғаса берсін. Атамыз қазақтан келе жатқан өзіміздің ортада көріп тұрсыздар. Қазақтың қолөнер бұйымдары, көп жастарымыз біле бермейтін, өзіміздің ұмытылып бара жатқан әртүрлі әшекей, сондай жақсы бұйымдарымызды ортаға салып, мына ұрпақтарымыз өнеге алсын. Бұдан кейін осындай дәстүрлі салт дәстүрімізден сусындағасын деген мақсатымыз. Көп сөйлеп уақыттарыңызды алмай, біздің елден елге келгендегі бірінші мақсатымыз осы қасиетті қазақ даласында қара шаңыраққа бір уық болып тігілсек, ұрпақтарымызды өзінің атамекенінде қазақи болмысымен тәрбиелесек, осы қоғамға бір кірпіш болып қаласа деген ниетпенен ұйымдастырып жатырмыз. Барлықтарыңызға рахмет, Алла разы болсын. Бәріміз рахмет айтсақ болады. 3 жыл болды. Басымызды қосып, танымаған кісілер танып, бәріміз қолдау көрсетейік. Жылын осындай өткізе берейік, жардамдасайық, бәріміз атсалысып, наурызды бір дәстүрге айналдырайық демекшімін. Мен өзім кішкене ғана қосайын деген біраз немнен бар еді, соны Әділге беріп қояйын. Осы наурыз мерекесінде аздаған, көп миллион емес еді. Рахмет, мінекей.
Мен жаңа ұмытып кеттім. Тұрсынжан ағамыз осы жылда бізді жақсы қолдап қуаттайды, және қатарда бірталай ағамыз бар, бауырларымыз бар. Биылғы осы мерекеге де енді мен бәрін атын айтпайын. 100 мыңнан 200 мың теңгеден осындай 6-7 азаматымыз осы сіздердің осы наурызда осындай туғанды өткізуге біраз үлестерін қосып жатыр. Алла қаласа оны алдағы күндерде білесіздер. Және де айта кететінім, енді жалғыз аттың шаңы шықпайды дейді, әрине. Осы топтағы жаңағы сіздер көріп отырған би, ана Нұргүл қызымыз бастаған келіндеріңіз, осы өзіміздің күнес топырағында өскен қыздарыңыз барлықтар. Көшеден анау немнеден алған әртіс деп қалмаңыздар. Бәрі өзіміздің әзірге осы өнер көрсетіп жатқан жұлдыздардың бәрі өзіміздің гүл-күнестің тумалары. Мінекей, Алла разы болсын. Менің маңымда да өте осыған атсалысып жатқан кісілер бар. Бауырым Биғазы, Бақытқазы, сонымен Қайрат аға, Нұрдан Қазаға, Тұрсынай тәтеміз бар, Перма апайымыз бар, мына жерден Қайрат ағамыз бар. Енді біраздан кейін анау атын асаба өзі оқып берсін, мен айтсам уақыттарыңызды алып қоямын. Рахмет, кеттік, ары қаратай. Тұрсынжан аға біздің биылғы наурызымызда 100 мың теңге. Шапалақ. Рахмет. Ал енді өнерге қарай кеттік. Торты белге төтенген жемгенде ауыр қайғы жігіттей ефедай гүл жайменен сыздырған ау жеңген тым болмаса келмеген амандасып әгәй гүлия шаққаныңда көмейіндан түрмесінде осы әнді айтып оянған тәкенің қайным ой әгәй гүлия Қызда болдым ән шырқасам шыдайдау дәтін қайтып қай-ли-ли-ли-ли-ли-ли-яу ояу жатып ай оу-ли-ләләй халау-ләйлем илау-ләйлем өзімдей салпай аулатып солымыз шашнағадау сылаңдатып қыз менген қызыл шақтың жүресіндей садайын әнге салсам хай-ли-ли-ли-ли-лай-лай-яу аяулатып бай
қасым айтшы жаным әлдекімді қимай кетіп көріп жатсыздар, өзіміздің қол өнері қазақтың жаңа ағамыз жалпы жағдайда айтты, мен мынау қол өнері туралы кішкентай сөйлей кетейін. Мынау аяқ киімді өзіміз мәнерлеп өңдеп жатырмыз қоянында. Алла қаласа бұда өздеріңіздің қолдап қуаттауларыңызбен. Мына еврейлер бір магазин ашса 10 километр болса да бар, сол магазиннен сатылады екен де, басқа ұлттың магазиннен сатылмайды міне. Бізде де сондай бір өзіміз қолдайтын қазақтың бір әрқандай мейлі қазақи қолөнерден шыққан киім кешегі болсын, басқа да дүниесі болсын айтып қолдап қуаттасаңыздар, бұл жұмыс жүреді. Сондықтан барлықтарыңыз осындай үлкен қолөнерлеріңіз өнімді көлемді болсын, барлықтарыңызға айтарым сол. Сонымен бірге барлықтарыңызға осындай жақыннан жәрдемдесіп, алыстан айғай салып келе алмаған барлық туыстарға, осыған асасыз келіп жатқан барлық туыстарға мерекеден мерекеге, наурыздан наурызға жалғаса берсін деген шексіз рахметімді айтамын. Мынау кезінде Талдықорғанда жүрген кезімізде кішкене жұлдыз болып қалайын деген жеріміз бар еді, бірақ Астанаға келіп, мынау Нұр-Сұлтанға келіп кішкене жұлдыз болмай қалған жеріміз бар. Сонда баяғыда қалған айтып жүрген бір әніміз бар, соны барлықтарыңызға тамашалап берейік, айтып берейік. Ортағасында билей отырыңыздар. тойып отыр, арқан тартыс, қол күрес, асық ату, ал қыздардың арасында тағы да бір күшті бәсекелер болады. Ойындар өткізіледі. Енді Баратхан ақсақалымызға илахи амин деп алақан жеп ас қайырсақ деп отырмыз. Амин. Құдай оңдасын, қызыр қолдасын, іс жаманшылық болмасын. Наурыз мерекелеріңіз құтты болсын, айдан аман жылдан есен болсын. Барлық отбасыларында бай бақыт, мол, өніп байлық әкелсін. Амин. Аллаху акбар.